Тәңірдің ырзық тарататын Рузан деген періштесі бар екен. Ол таң ата жерге түсіп, адамдарға ырзық несібе таратады екен. Күн шыққанша ұйықтайтын адамды Тәңірдің несібесінен мақұрым қалған деп түсінеді. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген мақал осыған орай айтылған. Рузан періште қас қараяр кезде де жерге түсіп ырзық таратады. Күн батарда ұйықтап жатқан адамды өлі санатына қосып ырзығын кемітеді екен. Күн батарда ұйықтама, періште сені өлінің санатына қосады деген түсінік осыған орай айтылған. Ымыртта әйел баласына жалаңбас далаға шығуға, кірдің суын төгуге тыйым салынған. Іңірде жындар мен перілер батыстан шығысқа қарай көшеді екен. Жын жыбыр кірдің суымен шөлін қандырып, содан қуат алады. Кірдің суын үйдің есік алдына төксе, жындар жиналып қалады дейді. Сыр өңірінде мынадай аңыз айтылады. Ертеде Сейітжан деген кісінің әйелі үйде кір жуып болып, суын төгуге сыртқа шығып кетеді. Сүт пісірімдей уақыт өтсе де қайта оралмайды. Сейітжан әйелін әрі-бері күтеді. Оны іздеп тысқа шығады. Бірақ біраз іздейді де таба алмайды. Көршілерінің үйіне барып шығады. Оларда да жоқ. Сол кезде сыр бойында Әубәкір деген атақты ишан бар екен. Соған барып жағдайын айтады. Ол әйелің кірдің суын намазшамда бекер төккен екен. Шамасы әйеліңді көшіп бара жатқан перілер ала кеткен. Мен оларға хат жазып берейін, сен соны апарып бер дейді. Оларды қалай табамын дейді. Кешке дәретіңді алып, тазаланып алдарынан шық. Есігінің алдына кірдің суын қойсаң, өздері үймелейді. Сол кезде менің берген хатымды біреуіне ұстат дейді. Сосын тұмар жазып беріп, мына тұмар сені жын жыбырдан қорғайды, саған тиісуге батпайды дейді. Сейітжан ертесіне кеш бата есігінің алдына кірдің суын қойып, жын перілердің көшін күтеді. Кірдің суының иісін сезген жындар Сейітжанға қарай жақындайды. Сол кезде ол қатты көсемдеріне ұстатады. Ол хатты оқиды да көшті тоқтатып, мына адамзаттың әйелін кім алды деп айқайлайды. Ешкім үндемейді. Екінші рет айқайлайды. Онда да ешкім үндемейді. Үшінші рет айқайлағанда бір жын шығып, мен алып едім деп қайтарып берген екен. Сейітжан әйелін алады да қазыққа байлап қояды. Жын перілер көшін жалғастыра береді. Олардың қарасы көрінбей кеткенше әйелі айқайлап шыңғыра берген екен. Таң ата Сейітжан әйелін ертіп Әубәкір ишанның алдына келеді. Ол бір қағазға ішіркі дұғасын жазады да кесеге салып үстіне су құяды. Су көк түске боялады. Сосын оны әйелге ішкізіп, тұмар жазып береді. Кетерінде Сейітжанға әйелің жалаңбас жүрмесін деп қатаң ескертіпті.